Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге Арыс қаласындағы номер 17 колледждің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Қалмұрзаева Зілиха Абдуқызы. Бүгін сіздерге киімді құрастыру пәнінен мата бетіне лекала үлгіні орналастыру реттілігі тақырыбында бейне сабағымды өтемін. Сабақтың мақсаты лекала түрлерімен, лекаланы жаю әдістерімен, лекала жайылмасына қойылатын талаптармен және лекала орналастыру шартымен таныстыру. Күтілетін нәтиже: лекаланың түрлері мен сипаттамасын білесіздер, мата бетіне лекаланы жаю әдістерін меңгересіздер, лекала жайылмасына қойылатын талаптарды және лекала орналастыру шарттарын толық меңгересіздер. Сабақтың мазмұны: лекаланың сипаттамасы және түрлері, сызба үлгіні немесе лекала дайындау, матаға лекала үлгілерді жаю әдістері, лекаланы орналастыру шарты және лекала жайылмасына қойылатын талаптар. Лекаланың сипаттамасы мен түрлері. Лекала дегеніміз нақты өлшем негізінде жасалған киімнің дайын сызба үлгісі. Сызба үлгінің екі түрін қарастыруға болады: негізгі және туынды. Негізгі лекалалар түп нұсқалық лекала, яғни эталон лекала және жұмысшы лекала деп бөліп қарастырылады. Түп нұсқалық эталон лекала негізгі өлшемге қатысты нақты жасалған үлгінің нақты моделіне сәйкес келеді. Оларды бөлшектер конструкциясын сызбадан көшіріп алу арқылы және әр бөлшекке технологиялық әдіптерді қоса отырып алады. Жұмысшы лекалалар эталон сызба үлгісі арқылы жасалады. Олар тікелей өндіріске арналған. Туынды сызба үлгісі бұл негізгі сызба үлгі базасы бойынша алынатын лекала. Оған жоғарғы бөлік материалынан, астар мен аралық материалынан жасалған барлық бөлшектердің сызба үлгілері жатады. Сызба үлгіні немесе лекаланы дайындау. Сызба үлгіні қалыңдығы 0,2-1,62 мм картон қағаздан жасайды. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60-65% болған кезде картонның ылғалдылық пайызы 8%-дан аспау керек. Сызба үлгіде мына белгілер көрсетіледі: лекаланың атауы, бұйымның атауы, модель номері, бөлшектің атауы, алдыңғы бойлық, арқалық және тағы басқалар. Әр сызба үлгіге өлшемі мен бойы, бөлшектер саны, матаның жіп бағытының сызығы, рұқсат етілген үлестік бағыттан ауытқу сызығы, рұқсат етілген жалғау сызықтары жазылады. Матаға лекала үлгілерді жаю әдістері. Матаға үлгілерді екі түрлі әдіспен жаюға болады. Қосарлап пішу әдісі матаны ұзына бойына екі қабатта бүктеп, яғни оң жағымен беттестіріп пішу кезінде қолданылады. Матаны пішу үстеліне жайып, жиектерін кеседі. Матаны бойлық жіп бойынша суретін ортасына келтіре отырып, орта сызықпен бет жағын ішке қаратып бүктейді. Бойлық қиындыларды теңестіріп, түйрейді және көлденең қиындыларын теңестіреді. Ені 140-160 см маталарды көлденең жіп бойымен бет жағын ішіне қаратып бүктейді. Жалқы немесе жекелеп пішу әдісі. Матаны енімен жайып, барлық пішім үлгілерін, яғни лекаланы, жекелеп бөлек орналастырады. Бұл әдіс қосарлап пішу әдісіне қарағанда тиімсіздеу болып саналады. Мына жерде көріп отырғандай қосарлап пішу әдісі. Матаны ұзына бойын екі қабатта бүктеп, оң бетінен беттестірген соң, лекаланы жартылай қою арқылы пішіледі. Мата шығынын үнемді пайдалану мақсатында негізгі бөлшектердің арасына барлық майда ұсақ бөлшектер орналастырылады. Жалқы, яғни жекелеп пішу әдісі. Жалқы пішу әдісінде мата бір ғана қабатта жайылады. Әр бөлшектің лекаласы жеке орналастырылады. Мата шығынын азайту мақсатында негізгі бөлшектердің арасында ұсақ бөлшектерді жеке орналастырады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, әр бөлшек жеке орналасқан. Бұл жерде алдыңғы бой екеу болып орналасады, артқы бой екі бөлшек болса екі бөлек орналастырады. Бүкіл майда бөлшектер немесе қосымша бөлшектер жеке орналастырылады. Енді лекаланы орналастыру шарты. Пішудің алдында матаның екі жағын мұқият қарап шығады.
мата бетіне алдымен негізгі бөлшектерді, сонан соң майда бөлшектерді ірі бөлшектердің арасына орналастырады. Ақауы бар жерлерін тігінші борымен немесе ине шаншымдармен белгілейді. Пішу кезінде ақаулы жерлерді айналып өтеді немесе көрінбейтін бөліктерге жібереді. Тігіс қосымшасына орын қалдырып, лекалаларды жайып қойып шығады. Сөгілгіш маталарда 1,5-2 см кем қосымша қалдырылмайды. Кейін матаға инемен түйреп бекітеміз. Контурларын тұтас сызықпен, түзу ұзын сызықты сызғышпен сызады. Үзік сызықтармен тігіске қалдырылған қосымшаларды көрсетеді. Матаға лекаланы орналастыру барысында мата бағытымен қоса мата шығынын да дұрыс есептеу керек. Лекаланы орналастыру шарты. Түкті матадан тігілген киім бөлшектерін пішкенде мата түгі бір бағытта жатуы керек. Барқыт немесе ши барқыттан киім тіккенде түгі жоғары қарайды. Ұйпалақ матаның түгін төмен қаратып пішіп қияды. Ірі өсімдік бейнелі орнаменті бар матадан бұйым дайындағанда тамырын төмен қаратып, симметриялы орналастырады. Бұл жерде бүкіл суреттері бір-біріне тепе-теңдік сақтайтын симметриялы түрде орналастыру керек. Тор көзді матаға лекала жайғанда барлық қиықтарында тор көздері сәйкес келетіндей етіп орналастырады, немесе үлгі пішіміне қарай жекелеген бөлшектерін қиғаштап қоюға болады. Лекала орналастыру шарты. Тор көз матаға лекала жайғанда барлық қиықтары тор көздері сәйкес келетіндей етіп орналастырады, және жекелеген бөлшектерін қиғаштап орналастыруға да болады екен. Келесі, бір түсті түгі жоқ, созылғыштығы көлденеңінен де тігінен де бірдей матаға лекала жайғанда мата шығынын азайту мақсатында үлгілерді төңкеріп орналастыруға да болады екен. Өздеріңіз көріп отырсыздар мына жерде. Төңкеріп орналастырылған бөлшектер матаның қасиетіне қарай бірдей болып шығады. Лекала жайылмасына қойылатын талаптар. Лекаланың міндетті түрде көшірмесін түсіріп алу керек. Пішкенде матаны 2 қабаттап жаятын болсақ, лекаланың жартысын ғана қою керек. Барлық немесе кейбір бөлшектерді 1 қабат етіп жайған матада пішу керек болса, лекаланы түгел жиынтығы қолданылады. Бойлық жіптің бағытын, яғни тіке бағытта, бөлшек аттарын, қиықтарды, бөлшек санын, бақылау сызықтарын, оң, теріс жағын міндетті түрде көрсетіп жазып шығу керек. Әрбір қиыққа тігіс қосымшасын, бақылау нүктелерінің орнын, бүкпелердің басын, аяғын көрсету керек. Қалтаның бүкпенің бұрыштарын 3 бұрышты сызықтармен немесе шарттармен белгілеп қою керек. Бүкпеге лекала қолдану кезінде бүкпенің өзін қимаймыз. Қатпардың бүрменің орнын, қиықтың жия үтіктейтін бөлігін, сызылған тұсын көрсету керек. Лекаланы жаюдың алдында тағы бір рет бөлшектердің тізімін, санын тексеріп алу керек. Лекаланы дұрыс жаюдағы негізгі мақсат лекала аралық қалдықты, яғни шығындарды барынша азайту, материал шығынын болдырмау болып табылады. Енді сіздерге мынандай бекіту сұрақтары беріледі. Лекаланың сипаттамасы мен түрлерін атаңыздар. Лекала жаюдың қандай әдістерін білесіздер? Пішкенде матаны 2 қабаттап жаю пішудің қай түріне жатады? Жалқы пішу әдісінде лекала жиынтығы қалай жайылады? Лекаланың оң бетіне қандай белгілер салынуы тиіс? Мата бетіне алдымен қандай бөліктер лекаласы жайылады? Лекаланы дұрыс жаюдағы негізгі мақсатты атаңыздар. Және сіздерге техникалық диктантты толықтыру тапсырмасы беріледі. Мына жерде толық анықтама жазылған, соны тауып өздеріңіз толықтырасыздар. Сонымен қорыта келе айтатынымыз, лекала жайылмасының үнемділігін лекала аралық шығындар бойынша, оларды салалық нормативтік деректермен және озық кәсіпорындардың көрсеткіштерімен салыстыра отырып бағалайды. Үнемді жайылмалар материалды тиімді жұмсауға мүмкіндік береді. Сондықтан лекала жинақтарын жайған кезде мүмкіндігінше мата шығынын азайту мен лекала аралық қалдықтарды үнемді пайдалануға бейімделу қажет.
Бүгін қандай нәтижеге қол жеткіздік? Лекаланың түрлерімен және сипаттамасымен таныстыңыздар. Мата бетіне лекаланы жаю әдістерін меңгердіңіздер. Лекала жайылмасына қойылатын талаптарды талдадыңыздар және лекала орналастыру шарттарын толық меңгердіңіздер. Бүгінгі сабағымызды Ахмет Байтұрсыновтың бай болу үшін кәсіп керек, білімді болу үшін оқу керек, күшті болу үшін бірлік керек деген сөзімен аяқтағым келіп отыр. Кәсіп бар жерде бәсекелестік бар. Сондықтан бар күш-жігерімізді жұмсап, заман талаптарына сай білімді де білікті маман болуға атсалысайық. Үйде мата бетіне лекала үлгіні орналастыру реттілік туралы іздену. Тігін бұйымдардың технологиясы пәнінен 470-475 беттерді оқу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.